Саламатсыздар ма балалар? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, сабағы ұнаса лайк басып, комментарий жазамыз. Бүгінгі сабақ 5 сынып қазақ әдебиеті Қобыланды батыр жыры. Яғни Қобыланды батыр жырының екінші бөліміне келеміз. Екінші бөлімі құртқа мен қарлығаның салыстыруы, яғни үшінші тапсырма вендиаграммасы арқылы құртқа мен қарлығаны салыстырыңдар, кейіпкерлерге тән қасиеттерді көрсетіңдер. Екеуін салыстыратын болсақ, құртқа Аймахан қызы ақылды, шешен, адал жар, биязы, инабатты. Ал қарлыға Көбікті ханның қызы ақымақ, қиялға ерік бергіш, қамқорсыз. Яғни мына жерде қарлығаш деп жазылып кеткен, қарлығаш емес, қарлыға негізі. Келесі бірінші оқулық хрестоматия материалдарын пайдаланып, Қобыландының ерлік істерінің тізбегін құрыңдар. Баяндаудың тірек сөздерін жазып шығыңдар. Жинақтау, яғни ерлік істерін Қобыландының жазамыз. Қобыландының ерлік істері бірінші Қазанға шабуылы, одан Алшағырға шабуылы, Көбікті ханды жеңуі, ел тәуелсіздігі үшін күресуі және Қызыл ерді жеңуі. Келесі екінші Қобыланды батыр тақырыбы бойынша тірек сызба құрып баяндап беріңдер. Қобыланды батыр ақылды, елдің баласы, байдың баласы, елін қорғаушы және қамқор. Келесі хрестоматиядан Тайбурылдың шабысы суреттелген үзіндіні мәнерлеп оқып жаттап алыңдар. Қолдану. Бұған Қобылан қуанып, шырағым буырыл шу деді. Сонда буырыл гуледі, табаны жерге тимеді, тау мен тасты өрледі. Түнектен шыққан Тайбурыл, көлденең жатқан көк тасты, тіктеп тиген тұяғы саз балшықтай иіледі. Қарсы келген қабақтан қарғып басып жөнелді. Сеңгір таулардан секірте басып жөнелді. Асқар белдерден, айдын шалқар көлдерден, тобылғылы нұрадан, сексеуілді жырадан жалғыз шауып жол шекті. Астына мінген буырылат, жауатын күндей күргіреп, жаңбырдай тері сүркіреп, құбылып ойнап жер басты, буырыл көкке секірді, омырауда тері көпірді. Бұл Тайбурылдың шабысы болып келеді. Келесі Қобыланды батыр жырының сюжеттік композициялық құрылысын талдаңдар. Яғни эпикалық жырлардың бірі Қобыланды батыр жырының композициялық құрылысы, сюжеттік элементтері бір-бірімен байланысты. Композиция құрылысы мазмұн болса, сюжет пішім болып табылады. Келесі Қобыланды батыр жырының мазмұны бойынша оңай және қиын сұрақтар кестесін құрастырыңдар. Оңай сұрақтар: Қобыланды кім, қанша жаста ерекше болып келді, өседі, қай елдің баласы, кімге шабуыл жасады. Ал қиын сұрақ қоятын болсақ, батырлар жолда немен азық етеді, батырдың тойы қалай өтеді, батырлар намазын қайда оқиды. Келесі егер мен батыр болсам деген сөйлемді аяқтаңдар. Егер мен батыр болсам, елге дұшпандық жасайтын жауларды қалдырмас едім. Қобыланды батыр жырын жырлаған жыршы туралы не айтар едіңдер? Жыршы бейнесін қалай елестетесіңдер? Қобыланды батыр жырының негізінде ең көне түрі бізге жетпеген. Өйткені жырды жырлаған ақын, жырау жыршылар өз өмір сүріп жүрген дәуір тұрғысынан толықтырып өңдеп отырған. Сондықтан Қобыланды батыр жыры көп вариантты жыр болып саналады. Қалай ойлайсыңдар? Қобыланды батыр қазіргі кезде өмір сүрсе қандай ерлік істер жасар еді? Қобыландыға ұқсағыларың келе ме? Неліктен? Қазіргі заманның батырлары деп кімдерді айтар едіңдер? Неліктен? Енді осы сұрақтарға жауап бере кетейік. Қобыланды батырдың қазіргі кезде елін, жерін қорғайтын адал азамат болар еді. Қазіргі кездің заманның батырлары олар Ербол Сыпатаев, Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, бұлар желтоқсан батырлар. Себебі олар елдің тәуелсіздігін құрып кетті. Қобыланды батыр жыр туралы ойларыңды попс формуласы арқылы білдіріңдер. Бірінші сөйлем менің ойымша, екінші сөйлем себебі мен оны былай түсіндіремін, үшінші сөйлем оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын, соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Осы сөйлемдерді аяқтап жазамыз. Менің ойымша ол батыр, себебі мен оны былай түсіндіремін. Ол қорықпай елін жаудан қорғады. Оны мен мына фактілер мен мысалдармен дәлелдей аламын. Қобыландының Қызыл ерді жеңуі. Сонда Қызыл ерден құтылғанына бүкіл ауыл қуанады. Жаудан құтылдық деп.
Осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім. Қобыланды елін жерін қорғаушы батыр. Қазіргі кезде туса да солай жасар еді. Қобыланды батырдың ескерткіштері қай жерлерде қойылған? Авторлар кімдер? Қостанай қаласында, бүгін Қостанайда Герцен мен Киевский көшелерінің қиылысында салтанатты түрде Қобыланды батыр монументі ашылды. Одан кейін Ақтөбе қаласында Қобыланды батыр ескерткіші ашылды. Монументтік өнер құрылысы. Яғни ескерткіштің мерзімі 2017 жылы салынды. Одан кейін Қызылорда қаласында қыркүйектің 29 күні Руслан Игілік бүгін Қызылордадан қаладағы іргетасы қаланғанына 190 жыл, облыстың құрылғанына 70 жыл толуына арналған шаралардың аясында Қобыланды батырдың ескерткіші ашылды. Гипербола туралы түсінік. Халық ауыз әдебиетінде әсіресе батырлар жырында суреттелетін затты немесе құбылысты шамадан тыс асырып айту тәсілі жиі қолданады. Яғни бұл тәсіл гипербола деп аталады екен. Яғни әсірелеу дегеніміз гипербола болып есептеледі. Әсірелеу немесе гипербола өздеріңе таныс Қобыланды батыр жырында өте көп кездеседі. Мысалы, тай бурылдың шабысы, сонда бурыл гуледі, табаны жерге тимеді, көлденең жатқан көк тасты тіктеп тиген тұяғы, саз балшықтай иіледі, арандай аузын ашады, аяғын топ-топ басады, бір төбенің тозаңын бір төбеге қосады деген сөзде бұнда әсірелеу болып тұр. Батырлар жырынан әсірелеуге мысал келтіріңдер. Яғни тағы басқада әсірелеу өте көп кездеседі. Іліп алып аяққа, мініп алып торатқа, дүрілдетіп жөнелді, қызыл ерді сүйретті, сүйреткі қылып түйретті, ішінде шеңгел тікенге өкпе бауырын түйретті, тақымға салып сүйретіп, қабырғасын түйретті деген жолдары әсірелеу болып келеді. Бұл яғни кімнің? Қобыландының қызыл ерді келіп жаулап, соны өлтірмекші болған кезіндегі сәті. Яғни аяғын байлап алып, оны осындай әсірелеу жолдарынан байқаймыз. Оны ақырында өлтіреді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелмегендер болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.